Assalamualaikum, hurmatli deputatlar, hurmatli Hayrat So'lboyeva, hurmatli sessiyaga qatnashuvchi qonaqlar. Birinchi, bugungi Ramazon oyining birinchi kunidan sizlarga o'z atidan qutlovimni berdi. Endi sog'lik, o'rtoqlarimizga mantiqli ro'zalarimiz qabul bo'lsin. Rahmet, endi sessiyani boshlashga ruxsat. Hurmatli deputatlar, Qozog'iston Respublikasining jергilікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару заңын басшылық қыла отырып, аудандық мәслихаттың кезек 33-ші сессиясының жұмысын бастауға рұқсат етіңіздер. Аудандық мәслихаттың сессиясына қатысуға тиісті 13 депутаттан бүгінгі сессияға 11 депутат қатысып отыр. Сессия қатысушы депутаттардың саны сессияны ашуға толық өкілеттік береді. Сессияны ашу жөнінде кімде қандай ұсыныс бар? Сессияны ашылсын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Сұрыңыздар, қарсы жоқ, аудандық мәслихаттың кезектен 33-ші сессиясын ашық деп жариялаймын. Құрметті депутаттар, баяндамашы және сұрақ қоюшыларға мәслихаттың регламентін белгілеген тиісті уақыттан аспауларыңыз тиіс. Сессияның жұмысын қамтамасыз ету үшін сессияның жұмысшы органдарын сайлап алуымыз керек. Сессияның есеп комиссиясына депутаттар Аралбай Асан, Серік Әбілахан, редакциялық комиссия құрамына Алтай Молдалы, Бегаман Ахымбеков сайлансын деген ұсыныс бар. Қалай қалайсыздар? Басқа ұсыныс бола ма? Болмаса онда ұсыныс қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Сөздің қарсы қалыс жоқ, ұсыныс қабылданды. Сессияның жұмысшы тобының құрамы сайланды. Құрметті депутаттар, бүгінгі сессияның күн тәртібін бекітіп алуымыз керек. Күн тәртібінде жобасы сіздерде бар. Бірінші, отырарда әкімнің өзіне жүктелген функциялары мен міндеттерін орындау туралы есеп мәселесін бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Сұрыңыздар, қарсы қалыс жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Екінші, отырарда мәслихатының 25 жылы атқарылған жұмыстар туралы есебін бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Үшінші, орталық аурухана басшысының өзіне жүктелген функциялық міндеттерін орындау туралы есеп мәселесін бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Төртінші, қатысушылар республикалық мемлекеттік кәсіпорынның отырардағы филиал директорының егістіктегі қажетті ағын су қамтамасыз етуді жай-күйі туралы хабарлама мәселесін бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Бесінші, аудандық ауыл шаруашылық бөлім басшысының 2025 жылы атқарған жұмыстар туралы есебін мәселесін бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Алтыншы, отырардан бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолдану кезде салық мөлшерін төмендету туралы отырар аудандық мәслихатының 2024 жылы 29 наурыз нөмірі 13/70-7 шешімінің күші жойылды деп тану туралы мәселені бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Жетінші, отырардан ауылдық елді мекендер жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт, агроөнеркәсіп кешені саласында мамандарға ауылдар, кенттер, ауылдық округ әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне 2020 жылы көтерілме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін бюджетке кредит беру туралы мәселенің бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Бүгінгі сессияның күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіндегі бірінші мәселеге
қарауға көшеміз. Отырардан әкімнің 2021 жылғы үміт туралы сөз аудан әкімі Жолбай Қайрат Жолбайұлына беріледі. Құрметті депутаттар, бүгінгі сессияға қатысушы қонақтар, ең алдымен баршаларыңызды мынау қасиетті Рамазан айының басталуымен құттықтаймын. Осы айда ұстаған оразаларыңыз, тілеген дұғаларыңыз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Құрметті мәжіліс депутаттары, 2025 жылы қаңтар-желтоқсан айларының қорытындысымен ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының оң динамикасы сақталды. Жалпы өңірлік өнім көлемі 12 айдың қорытындысымен 158,6 миллиард теңгеге жетіп, өсім 182,5%-ді құрады. 2024 жылдың қорытындысы бойынша 86,9 миллиард теңге болған, биыл 25 қорытындысы бойынша 158 миллиард теңге жалпы өндірілген өнім көлемі болып жатыр. Жалпы өндірілген өнімнің 38,5% өнеркәсіп саласына, 44,5% ауыл шаруашылығы саласына, 3,1% сауда және 13,9% құрылыс салаларына тиесілі. Жан басына шаққанда ішкі өнім көлемі 12 айда 3,175 миллион теңгеге жетіп, өсім 86,7%-ді құрады. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 61,2 миллиард теңгеге жетіп, нақты көлем индексі 115,5%-ды құрап жатыр. Өңдеу өнеркәсібінің көлемі 27,6 миллиард теңге болып, нақты көлем индексі 131,3%-ды құрап жатыр. 2025 жылдың 12 айында негізгі капиталға 50,1 миллиард теңге инвестиция тартылды. Жалпы бұл көрсеткіш 24 жылдың қорытындысы бойынша 41,4 миллиард болған, 25 қорытындысы бойынша 50,1 миллиард теңгеге ауданымызға инвестиция тартылып жатыр. Ауыл шаруашылығы саласында өндірілген өнім көлемі 70,5 миллиард теңгеге жетіп, нақты көлем индексі 151,3%-ді құрады. Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, 24 жылдың қорытындысы бойынша ауданда ауыл шаруашылығы саласында өндірілген өнім көлемі 37,8 миллиард теңге болған, 25 қорытындысы бойынша 70,5 миллиард теңге почти 2 есеге ауыл шаруашылығы ауданда өндірілген өнім көлемі өсіп отыр. Оның ішінде мал шаруашылығы саласы бойынша 15,4 миллиард теңге және өсімдік шаруашылығы бойынша 54,8 миллиард теңгеге жетіп отыр. Ауыл шаруашылығына тартылған инвестиция көлемі 12 айдың қорытындысымен 17,1 миллиард теңгені құрап жатыр. Жалпы 24-тің қорытындысы бойынша 9,1 миллиард теңге болған, 25 жоспар 15 миллиард теңге жоспар болатын болса, жалпы нақты орындалған 17,1 миллиард теңгені орындап жатырмыз. Тамақ өнімдеріне тартылған инвестиция көлемі 12 айда 551 миллион теңге, немесе алдыңғы жылмен салыстырғанда 100%-ға орындалып жатыр. 25 жылы ауданда 64 ауыл шаруашылық техникасын алу жоспарланса, 12 айда 105 техника алынды. Су үнемдеу технологияларын ендіру бойынша 25 жылы ауданда 11,600 гектар жерге су үнемдеу технологияларын енгізу жоспарланса, 12 айда 28,180 гектар жер орындалды. Туризм саласына тартылған инвестиция көлемі 12 айда 700 миллион теңгені құрап, өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 205,9%-ға орындалып жатыр. Жалпы қазіргі таңда 25 жылдың қорытындысы бойынша ауданға 262,509 турист келген. Оның ішінде 13,862 шетелдік туристер. Аудан көлемінде 8 қонақ үй туристерге қызмет етуде. 25 жылы жеке кәсіпкер Нұрыш сыйымдылығы 100 орындық қонақ үй құрылысын бастады. Бұл қонақ үй биыл 26 жыл толығымен аяқталады деп күтілуде. Одан бөлек Отырар-төбе қалашығы маңында аудандық туристік әлеуетін арттыру мақсатында Пан-Азия жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 5 жұлдызды қонақ үй, монша, спа, тамақтану орындары, визит центр, сонымен қатар тары ресторандар желісін салу жоспарлап жатыр. Қазіргі таңда жерді бөлу жұмыстары жүргізілуде. Жалпы биылғы жыл құрылыс жұмыстары басталатын деп жоспарлап отырмыз. 2025 жылдың 1 қаңтарында жалпы өзіндік кірістерге келетін болсақ, 25 жылдың 1 қаңтарында кірістер 2,6 миллиард теңге болып бекітіліп, жыл басында бекітілген болатын. Жыл соңында жоспар 4,1 миллиард теңгеге, немесе 57,7%-ға, болмаса 1,5 миллиард теңгеге артық орындалып жатыр. Жылдың қорытындысымен орындалу 5 миллиард теңге болып 122%-ды құрады.
Өткен жылы 24 жылғы кезеңмен салыстырғанда өсу қарқыны 38,9%-ды құрап отыр. Құрылыс жұмыстарының көлемі 12 айдың қорытындысымен 22 миллиард теңгеге жетіп, нақты көлем индексі 111,3%-ға артты. Тұрғын үйлерді іске қосу бойынша 12 айдың қорытындысымен 26.905 шаршы метр болып, нақты көлем индексі 105,2%-ға артқан. Ауданда тұрғын үй кезегінде 2471 азамат тіркелген. Осыларды үймен қамтамасыз ету бойынша 24 жылы 50 пәтер құрылысы жүргізіліп, 25-тің басында берілді. 25 жылы одан бөлек НК Билдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз қаражат есебінен 4 қабатты 32 пәтердің құрылыс жұмыстарын жүргізді. Алайда оларды сатып алуға облыстық бюджеттен қаржы қаралмауының нәтижесінде қазір алынған жоқ. Қазір салалық басқармалардан қаржы алу бойынша ұсыныстар жібердік. Қаржы қаралып жатса, осы үйлерді баланс қалып жатса, кезектілікте тұрған азаматтарға заң аясында берілетін болады. Одан бөлек Шамшық Қалдаяқов ауылында конкурстық құны 742 миллион теңгені құрайтын шағын футболға арналған жабық спорт залының құрылысы 24-те басталып, былтырғы жылы күз айында аяқталып, тұрғындардың пайдалануына берілді. Аудан тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында инфрақұрылым саласында бірқатар жұмыстар жүргізілді. Оның негізгісі ауыз сумен қамтамасыз ету. Жалпы президентіміздің 21 жылы Қазақстан халқына жолдауында 25 жылы Қазақстан халқын 100% таза ауыз сумен қамтамасыз ету тапсырған болатын. Жалпы ауданымызда 2 елді мекенде ауыз сумен қамтамасыз етілмеген еді. Бұл Балтакөл ауылының Ақкөл елді мекені, Қарабауыр ауылының Сырдария елді мекендеріне былтырғы жылы қаржы қаралып, толығымен жұмыстар аяқталып, пайдалануға берілді. Одан басқа ауыз су құбыры жүргізілген, бірақ күрделі жөндеуді қажет ететін 4 елді мекенге жобасы металл құжаттама дайындалған болатын. Оның біріншісі Балтакөл елді мекенінде 1 миллиард теңге көлемінде былтыр қаржы қаралып, толығымен жөнделіп, тұрғындарға пайдалануға берілді. Екінші Аққұм елді мекенінде жалпы құны 600 миллион теңге болатын жобасы металл құжаттамаға былтырғы жылы бастамасына қаржы қаралды. Биылғы жылы толық қаржы қаралып тұр. Ақкөл елді мекенінің ауыз суын биылғы жылы толығымен күрделі жөндеуден өткізіп пайдалануға берілетін болады. Одан басқа былтырғы жылдың өзінде 11 елді мекенде Қостүйек, Жаңашілік, Көлқұдық, Шеңгелді, Қарақоңыр, Отырабад, Ақтөбе, Ескішілік, Қостүйін, Қалдаяқ, Маяқұм ауылдарында ауыз су жүйелерінің орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ағымдағы жөндеу жұмыстары. Бұл мысалы 24 жылмен салыстырғанда елді мекенде ғана ағымдағы жөндеу жүргіземіз. Биылғы 25 жылдың қорытындысымен көптеген елді мекендерде ауыз су мәселесіне үлкен мән беріліп жатыр. Одан бөлек аудан көлемінде автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 863 шақырымды құрайды. 25 жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 26 шақырым құрайтын 25 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Одан бөлек жергілікті бюджет қаражат есебінен 26-да 8 шақырым құрайтын 26 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, тұрғындардың пайдалануына берілді. Аудандық маңызы бар бір жолдың орташа жөндеу жұмыстарына былтырғы жылы Ақтөбе ауылына баратын елді мекенді 65 миллион теңге қаржы қарап жұмысын бастауына конкурс өткізілмегені анықталды. Биылғы жылы толық қаржы қаралып тұр. Жылдың соңына дейін Ақтөбе елді мекеніне баратын аудандық маңыздағы жол толығымен жөнделіп шығатын болады. 2025 жылы жергілікті бюджет қаражат есебінен 8 елді мекенде балалар ойын алаңшасы, 3 елді мекенде спорттық ойын алаңшалар салынды. Отырар ауданында кіреберіс шығыс қақпа, Балтакөл ауылында Төркебай көшесі, Шәуілдір қоғам ауданы және басқа да елді мекендерді абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Түнгі жарықтандыруға 25 жыл аудандық бюджет есебінен 86 миллион теңгеге 5 елді мекенді 7 көшесін жарықтандыру жүргізілді. Білім саласына тоқталатын болсақ, ауданда 41 мектепте 11.905 оқушы бар. Мектеп бітірушілердің 794 оқушы ұбт тапсырған, 55 немесе 0,6% бас тартқан. Аудан көлемінде үш ауысымдағы апаттық жағдайдағы мектептер жоқ. Былтырғы жылы 7 мектепті ағымдағы жөндеуге 1 миллиард 92 миллион теңге көлемінде жобалық сметалық құжаттама дайындалған. Оның 6 мектебіне былтырғы жылы қаржы беріліп, бірқатар жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қалғандар биылғы жылы өтпеді. Толығымен биылғы жылы осы 6 мектептің бәрін орташа жөндеу жұмыстарымен аяқтап бітеміз деген жоспар бар. 24 жыл өздеріңіз білесіздер, жайлы мектеп 600 орындық жайлы мектеп салынған болатын. 25 жылы ауыл тұрғындарының оқушылары осы пайдалануға беріп, оқушыларымыз осы мектепті пайдалануда.
Денсаулық сақтау саласына тоқталатын болсақ, ауданда 36 медициналық мекеме қызмет көрсетуде. 25 жылдың 12 айында туылған нәрестелер көрсеткіштері 802-ні құрады. Бір жасқа дейінгі 9 нәресте былтырғы жылы шетінеген, бір ана өлімі тіркелген. Мәдениет спорт саласында да бірқатар жетістіктер бар. 25 жылдың 12 айында мәдениет саласы бойынша 1042 іс-шара өткізіліп, 51358 адам қамтамасыз етілген. Өнерлі өлке облыстық фестивалінде Отырар ауданының өнерпаздары бірінші орынмен марапатталып, қаржылай сертификаттар табысталды. Және ауыл мәдениетінің бастауы, ауылдық мәдениет үйлері мен клубтарының арасында өткен облыстық байқауда Темір ауылдық мәдениет үйі бірінші орын, Шойманов ауылдық мәдениет үйі үшінші орынмен марапатталды. 25 жыл облыстық бюджет қаражат есебінен Шамшы Қалдаяқов мәдениет үйінің ағымдағы жөндеу жүргізді. Әлеуметтік салаға тоқталатын болсақ, еңбек нарықты дамытудың 24-29 жылдарға арналған тұжырымдамасы аясында 2025 жылы 4571 жұмыс орны жоспарланса, 12 айда 4932 азаматты осындай жұмыс орындарына жолдама берілді. Оның ішінде 3090-ы тұрақты, 1842-сі уақытша жұмыс орындары. Жалпы аудан халқының экономикалық белсенді 22882 адам болса, жұмыспен қамтылғандары 21770. Оның ішінде өзін-өзі қамтығандардың саны 7315 адамды құрайды. 25 жылдың 12 айында аз қамтамасыз етілген 111 отбасыға 55,2 миллион теңге көлемінде әлеуметтік көмектер көрсетілді. Ауданда атқарылған жұмыстардың нәтижесінде кедейшілік деңгейі 53%-дан 1,4%-ға төмендеді. Мемлекет басшысының 10 мың тұрғынға 100 тұрақты жұмыс орнын ашу тапсырмасына сәйкес, ауданда 25 жылы 650 жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланса, жалпы жылдың қорытындысы бойынша 939 жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз етілді. Қазақстан экологиялық акциясы аясында елді мекендердің тазалығын қамтамасыз ету үшін былтырғы жылы 10 дана МТЗ 920 маркалы трактор, 10 дана тіркеме, 2 автотиегіш ЛКП, бір бірлік экскаватор тиегіш, 2 дана муравейник трицикл алынып, ауыл елді мекендерге тарқатылып берілді. Одан басқа жергілікті бюджет қаражат есебінен 1 дана экскаватор тиегіш алынды. Жалпы осы тазалық сақтау мақсатында ауыл әкімдіктері тарапынан 157 хаттама толтырылып, 747 мың теңгеге айыппұлдар салынды. Қоғамдық қауіпсіздік бойынша жыл басынан аудан аумағында 12 айының қорытындысымен 74 қылмыс тіркелген. Қылмыстардың ашылуы 94-те 4% құрап, алдыңғы жылмен салыстырғанда ашылу пайызы артып отыр. Жалпы 24 жылы қылмыстардың ашылу пайызы 93-те 3% болған, 25-те 94-те 4%. 25 жылдың 12 айының қорытындысымен аудан аумағында 52 жол көлік оқиғалары орын алып, 24 жылы кезеңмен салыстырғанда 28 жол көлік оқиғасына артқан. Жалпы анықталған құқық бұзушылықтар бойынша 104 миллион 117 мың теңгеге айыппұлдар салынып, оның 88 миллион 994 мың өндірілді. Құрметті депутаттар, Отырар ауданының әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз ету үшін жүйелі жұмыстар тұрақты түрде жүргізілетін болады. Жалпы менің аудан әкімдігінің 25 жылы атқарған жұмыстар бойынша қысқаша есебі осы, сұрақтарыңыз болса, жауап беруге әзірмін. Рахмет, сұрақтарыңыз болса, депутат Құлтай Батыржан. Менде бір өтініш, мынау ауыл аманаты 2,5%-ден беріліп жатқан несие 4 ауыл әкімі списокке кірілген. Егер сіздер мақұлды 5-ші ауылды шекті қоссаңыздар, кеше ғана мен өзім барып не алдым, бәндегі ырыс арқылы бізде шекте 30 шақты азамат үлкен не ашпақшы, өндіріс ашпақшы, жәндегі жүгері өңдеу, бидай өңдеу, комбикорм жасау, колбаса шығару мәселелеріне. Соған сізден бір өтініш, ауыл аманатына Шілік елді мекеніне 2,5%-ға 5-ші ауыл әкімін қосып берсеңіз, оған өтініш тастасаңыз. Түсінікті. Бұл бір. Екінші, мынау Шаянның өзенінің жаңашылықтың алдында былтыр күздің күні уәде беріп, экскаватор жіберіп тазалатып берілді. Сол осы уақытқа шейін болмай жатыр. Қазір ғана Казсушар
мекемесінің басшысын тыңдадық. Ол вообще нөл, былай айтқанда. Мен оған тек картасына шейін айттым, тек картасында аварийный су оғалды. Қазір 28 куб су сият деген. Ал қазір 4 куб су тастасаңыздар, соның жағасында орналасқан егіндік жерлердің бәрін, жоңышқалықтың бәрін су басып, жоңышқалық өліп қалып жатыр. Одан кейін Қазсушар мекемесі біздің ауылға келді. Енді Жаңашылық елді мекені 1,5 гектардай суғармалы жері бар, бірақ суды Тұран судан алады. Тұран судан Қазсушар суды сатып алып, үстеме қосып, шаруаларға сатып жатыр. Ол бір мақұл ғой, алып берсін. Бірақ сол берілген заявка бар жоқ 20% келіп жатыр. Жағастасуға шейін бардық, кеше алдын күндері. Бізде Қазсушардың адамдарын қуып шықты ауылдан. Бар жандегі неге етіп келді. Тұрансуды етіп, біз прямо Тұрансумен тұрайық деді. Ал енді ауылдан сайланған жаңадегі сумырап, қазір қарыз. Бірінші алдын ала бір куб суға заявка қол қойдырып алады. Беретін суы 200 литр су. 20%. Ол кімге жетіп жатыр? Соның бірінің есін мен өзім, былтыр өзім жүгерім бірақ жет су ішті. 25 гектар жер. Осы мәселені, Қазсушар мәселесі осы уақытқа шейін шешілмеді. Жаңалда сұрасам, біз оны Тұран суға берейін деп жатырмыз, баяғы бір ескі әңгімелер. Ол Тұран суға алмайды да ол. Өзінің несіне алады, сау басына сақина тілі. Тек ағын су мәселесі осы уақытқа шейін шешілмей жатыр. Осы мәселелерге жауап берсеңіз өтініш. Енді Шилік ауылы қазір өздеріңіз білесіздер, ауыл аманаты бағдарламасы соңғы 2 жылда тиісті деңгейде қаржы қаралған жоқ еді. 24 күн қорытындысы бойынша общий облыс бойынша 1 миллиард қаржы берді ма, бермеді ма, сондай болған. 25 жылдың қорытындысы бойынша да ауыл аманаты бағдарламасы бойынша облыс көлемінде келген қаражаттың көлемі өте мизерный аз болған. Жалпы биылғы жылы ауыл аманат бағдарламасын ауыл ел бесігі бағдарламасын бірге қосып, үлкен бағдарлама жасап шықты. Бұрынғыда енді ауыл ел бесігі бағдарламасы шығып, оның бәрін бір ауыл аманаты бағдарламасына кіргізіп, сол жағы кооперативтердің жағы жұмыс істеуіне жағдай жасау, жаңа инфраструктуралық тартып беру, болмаса тиісті деңгейде 2,5% жаңа несиелер беру. Биылғы жылға ауданға лимитіміз қанша? 700 миллион көлемінде ма сондай? 800 миллион көлемінде. Бірақ енді алдында осы 2-4 ал елді мекенде 2 жылдан бері қаржы берілмеген екен. Келген жалпы өткенде өзгерістер енгізуге болады деген мәселе айтылған. Біз облыста жаңа басқармамен, облыс әкімінің орынбасарымен жұмыс істейік. Мүмкіншілік болатын болса кіргізуге атсалысып жұмыс атқарамыз. Олар қосымша қаржымыз бар, тек қана сіздерден қаттама ғана өтініш керек болды. Өтініш керек болса мен қолдап беремін. Мен қарсы емеспін. Өйткені ауылдардың бәрі шаруаларға тиісті деңгейде несие беріп жұмысын атқарып кетсе, ол бәрімізге жақсы нәрсе. Рахмет. Мынау жаңа Шаян өзені деген құлан каналын айтып жатсыз ба? Жоқ, ол құлан каналы ол Ақтөбе. Бізде ана 4 күнде келе жатқанда Шаян өзені. Кімнің балансы? Жаңашылықтың алдында ол мынау жәндегі Қазсушардың балансында. Қазсушардың балансында ғой. Бірақ енді ол Қазсушардың балансында. Қазсушардың балансы емес, иесіз мүлік. Қанша ұзындығы қанша? Жоқ, сіздердің тазында жүрген техникаларыңыз ертең осы айтып неғып жүріп тазалатамыз. Басшылармен сөйлесейін, жаңада басшылар келген. Оны мен де жаңа қоғамдық кеңесте айттым. Осы аптағыма шақырғам, ауданның проблема мәселелерін келіңіздер, бірге жүріп аралап шайықтым. Енді былтырғы жылы судың жетіспеушілігі өте қатты болды. Мысалы, әдеке өзіңіз бірнеше рет звондадыңыз, су аламадыңыз. Мен барып көрдім, басқасында жүрдім, заңсыз су пайдаланушылар көп. Сол мәселелер бар, жаңа Шаян өзені бойынша тиісті жаңа мәліметтерді алып келіңіздер. Қазіргі уақытта ақпан айы, наурыз айы тазалықпен айтып жатқан қазір ватхоздың 4 техникасында айғайлап жүріп, жолға жүріп алып келді. Декабрьде уәде берген, енді январдың аяғында бірақ келіп көрді. Сол жерде отырған бір ғана депутаттар да мәселені айтты. Бірақ енді қазір сол тұрған техниканы мен айтқам, жібермейміз. Суару кезеңі басталғанша максимально пайдаланамыз деп. Сондықтан ол техникаларды Сұработтан ұзындығы Шаян өзенінің ұзындығы 11 километр, соны Жаңашылықтың алдынан басталады. Ол негізде 4 күнден артық Түркістан ғана басталады. О жағына керек емес. Керектің Жаңашылықтың алдындағы жерден жаңадегі мынау өзі
толмағанды 3 километр, 3,5 километр жер тазартса болды. Жақсы, онда біз былай істейік, комиссионда Жоқ, ата кәдімгі Шаянка өзенінің өзі келеді. комиссионда барып көріп келсін. Біз жаңағы ертең анау облыстағы ватхоздың жаңа басшысы тағайындалды ғой, осы келіп, сол кезде отырып ақылдасып мәселені шешеміз. Болмаса Трансу арқылы ма, Трансуда жаңағы облыстың заңын айтсам, тиісті техниканы беремін, болмаса жаңағы соляркасын өздеріңіз тауып берсеңіздер деген еді. Болмай жатқан жағдайда сойып кешке болады, болмаса ватхоздың техникалары бар, солармен ауданда бүкіл жаңағы көктемгі дала жұмыстарына дайындық жұмыстарын жүргіземіз. Трансудың жаңа тарифінің басқа мәселесін болып та енді Трансумен ақылдасайық біз. Былтырғы жылы енді көрдіңіздер ғой, Бадам су қоймасында су уже жаз басталмай жатып бітіп қалған, ар жақтан келіп отқан судың көлемінің өте аз болғанын, біздің былтырғы жылы лимиттің 20% алдық. Енді биылғы жылы қазір енді жауын-шашын болып жатыр, былтырғы жылдан сәл болса да жағдай жақсы, бірақ биыл судан қиналмаймыз деп ешкім айта алмайды. Потому что декабрьда, январьда мүлдем жауын-шашын болған жоқ, таудағы қардың да деңгейі бір көңіл көшті. Жазда күні толығымен сумен қамтамасыз етеміз деген мәселе жоқ. Сондықтан бұл да алдағы кезде бақылауда ұсталып, Трансумен шыққан кезде тағы сөйлесейік, сумен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргіземіз. Жаңағыдегі жерде бір нәрсе айтылмай кетті, кешіріңіз. Мына жаңа шірттегі шірет өзі аудан әкімшілігінің есебінен 58 миллионға соғып гектарны Қазсушардың балансына берілгеніне қазір 16 жыл болды. Содан бері қарай Қазсушар ол жерге бір тиын жұмсаған жоқ. Қазір сұрасам олар ештеңе айта алмайды. Одан басқа біздің недегі елдердің бәрі осы Қазсушардың балансында міне шлюзін жөндеп береміз, әлі жөндеп береміз. 3 жыл подряд жиналысына қатыстым, биыл уже 4 жыл. Биыл келгенде не айтатынын білмеймін. Ол жерде шлюздің барлығы уже жан-жағын бәрін су опырып кеткен, қопарып кеткен. Ал енді халықтың күн көріп не жатқаны қазір қап сатып алады, ішін топыраққа толтырады, сөйтіп ана жерде қалайды. Искусственный шлюз жасап жатыр. Осы мәселелерді ауыл шаруашылығы бар. Бәрін бір хатқа түсіріп беріңіздерші, мен ол комитетке болмаса жағын басшыларына жіберейін. Анау елдің кіреберіс жеріндегі үлкен шлюзге әлі бір тиын жұмсаған жоқ, балансына алды. Ол ертең күні шіріп тосып барады. Судың ортасында тұрған кейін ең болмаса жөндеп, бір жылда бір рет краскілеп, және шірмеуге қарама-қарсы жұмыс істеуге болады ғой. Түсінікті, бұл бойынша тиісті ұсыныстарды Ватхоздың басшысына жаңағы комитетке де жібереміз. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыздар. Қаракеменде бір сұрақ бар, кешеменде екі мекенде дарылап қайттым. Бұл жерде дайын жөнінде көп сұрақтар болады. Қызылту талапты қоғам, отырар бөлімшесі, шәуірдің жартысы, Тоғай деген тоғай бар. Соған жайлап кірмалдары. Соған байланысты Қытайлар дейді, Қытайлар жайылым жерлерді сатып алып жатыр, біздің малдар жайылымдар өте қабылдар дейді. Қайсы Қытайлар? Таймыз. Осынша қарап шығайық, негізі ажағын сатып келеді дейді. Қазір халықтың көпшілігі сол малмен отырын. Ада қарасымен кіші малдардың бәрі кетті. Бұл жерде инвесторлармен де келісім бар. Ауылдың ортақ мал жайылым жері, ауылдың мал жайылым жерлеріне олар барып мәселе айтпау керек. Жалпы айттық қой қоғамдық кеңестерде. Қаншама гектар жер ортақ мал жайылым жерлері көлемі қанша? Ортақ жайылым емес, біздегі тоғайға кіру керек, тоғайдан бар ма ортақ жайылым? Бізде Қаттоғай жаққа айтатын болсаңыз, 5 мыңдай гектар жер Таймас алды. Одан басқа жерге Қытайлар жер сатып алып жатқан жоқ. Жоқ, ол жерде мал жайылым жер ма? Негізі тоғайға өтетін жол өткен қалдыру керек па? Тоғайға өте алмайды дейді. Жоқ, оны өткізетін мәселе жолын істеткізіп береміз. Кешегі ол жөнінде кімнің азаматтары келген, ол бойынша біз Қытайдың несіне бардық, жаңағы Таймасқа. Сол жерде өткел жасап беретін айтты. Қаладан жаңағы көпір жасап береміз деп уәде берді. Қарағандыда Шәмшауында да сондай. Шәмшауында осы жұмыс жасап жатырмыз оны. Ауданның арнайы жер орнын алатын болды. Хорошо, рахмет. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, мұнда сайдан рахмет баяндамаңызға. Осы баяндама бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы сіздердің қолдарыңызда бар. Шешім жобасына пікірлеріңіз бола ма? Жоқ болса, онда
Шешімді дауысқа қоямын. Шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Сөздің қарсы жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, сессияның тәртібіндегі екінші мәселені қарауға көшеміз. Отырар аудандық мәслихаты төрағасының 2025 жылы атқарған күн тәртібі есебі мәселесі бойынша баяндама жасауға рұқсат етіңіздер. Жаңа қазір біз тұрақты комиссияда келісіп Ұзақ мырза ауылдың бәрін аралап, ел бетінің мекенінің бәрінде есебіндегі қанағаттанарлық бағасын алып дегенбіз. Сондықтан менің өтінішім, оны сразу сессияға шешімін қабылдасаңыздар деген өтініш. Рахмет онда. Құрметті депутаттар, осы мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы сіздердің қолдарыңызда бар. Шешімді дауысқа қоямын. Шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Үшінші мәселе бойынша күн тәртібін қарауға көшеміз. Отырардан орталық ауруханасының басшысының өзіне жүктелген функциясын міндеттерін орындау туралы ескерген мәселесіне баяндама жасау үшін аудандық аурухана басшысы Әбдімәлік Бауыржанға беріледі. Бұл мәселеде Қаралды ма? қаралды, бірақ бұл жерде менің өтінішім, бұл кісі өзінің алдыңғы жанашырлығының несінен үш мәселені бізге өтініш айтты. Мына жерде Отырардың орталық ауруханасы басшысының өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерін орындары туралы есебі назарға алынсын деген. Ал менің өтінішім, бұл шешім бұл кісінің өтініштерін қоса назарға алынсын деген өтінішім бар. Депутаттар қалай қарай дауысқа салуымыз өтінеді. Енді өйткені жаңа қозғалған бүкіл аудан бойынша рентген мәселесі істемейді екен бізде, рентген аппараты. Осы мәселе бойынша жаңа тұрақты комиссияда ақылдасып, депутат көпсінің атынан облыс әкімдігіне жан-жаққа хат жіберіп, депутат сауал жіберсек. Өйткені бәленбай уақыт болыпты жаңа істемей тұрғанына рентген аппараты. Жылжымалы. Машинадасыз ба? Бізде кешіріңіздер, бізде екі мәселе ғой. Біреуі рентген аппарат, поликлиниканың өзімізде білесіздер, қайрат жолдауында біледі, аудан жағынан рентген аппарат. Одан кейін жылжымалы передвижной КАМАЗ. Екеуінде істемейміз ба? КАМАЗ жоқ, мүлдем жоқ бізде КАМАЗ, рентген аппарат 2023-тен бері істемейді. Біз ол бойынша өзекті мәселе облыс мәслихат депутаттарында көтерілеміз. Оны Мырзахан ағам бүгін сессияда көтеру керек. Үшіншісі ол капитальный ремонт, оны қазір құрылыс басқармасы өз жеке бақылауына алып айналысып отыр. Қарсы үшеуіне де біз депутаттық сауалның копиясын берейік бәріміз. Мұнда шешімді қабылдайық. Құрметті депутаттар, дауысқа қоямыз. Шешім қолдарыңыз бар. Шешімге жаңа үш сұрақты қосып қабылдансын деген депутаттар Толықтырулармен бірге. Қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Сөзді қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіндегі төртінші мәселені қарауға көшеміз. Қатысушы республикалық мемлекеттік кәсіпорын Отырар аудандық филиалының директорының егістік қажетті азық-түлік қамтамасыз ету жай-күйі туралы қаралған мәселе бойынша сөз кездегі аудандық филиал директорының міндетін атқарушы Жанатаев Бекзатқа беріледі. Сұрақ жауап көшіп. Сұрақ жауап онда көшейік. Мен жаңа өзім бір жалғыз сұрағым бар еді. Жаңа жерде айтып кеттім, жаңа қағаздарын бердіңдер ме? Көрдіңдер ме? Қай күнге екен? 23-ші күні құжат қабылдау аяқталады. Қай күні? 23-ші күні. Осы айдың 23-ші. 23 күні уже құжат қабылдау аяқталады. Сосын ойнатып бітетін уақыт сай болды. 15 күні. 15 күн. Сонда наурыз айының ортасына бітеді ғой. Дұрыс екен ондай орын болса. Біз енді мынау жаңа насос мәселесі ғой.
бұл кісілер жаңағы порталға салып дегеннен кейін біз порталда қағазына келіп көрсетіп қай күні бітетінін сұрақ қойғанбыз. Енді мына әкепті дұрыс. Енді мүмкіндігінше тездететін әрекет жасау керек. Жаңағы майға дейін деген болмайды. Егер мына жаңағы басшылардың хотя бы наурыз айының аяғына дейін, апрель айының ортасына дейін бітіретін әрекет жасаңыздар. Елдің бәрі қарап отыр соған. Қаптау не болып отыр дейді? Бетонмен қаптау ма? Мен қаптайтын. Алтынбек каналы. Бетон. Ақордасы деген компания жеңіп алды. Наурыз айынан бастайын деп тұр. Ол жерде енді қысқаша кірпеш насостардың мәселесі енді облыстарында 7 насос әкелеміз деген. Ол жаққа да ескертіп айтқан марттың аяғына дейін қай жақтан кезеңде бізге наурыздың аяғына дейін насостарды әкеліп беріңіздер. Бірақ айналып келгенде ол жақта да сессия бүгін болып отыр, қарсы қаралмай конкурс олар да бермей жатыр. Кішкене созылуы мүмкін, бірақ енді ол жақта да облыс әкімінің орынбасары өзінің бақылауында ұстап отыр. Биылғы жыл енді бүкіл аудандағы насостардың мәселесі, су шарып 3 насосын алып келсе, жағы жақтан тағы 7 насос алса, ауданда бүкіл насостың бәрінің мәселесі шешіледі деген жоспарымыз бар. Енді бірақ мынау Алтынбек каналы бетондау мәселесі әлі негізі ақпан январдың соңы деген әлі басталған жоқ. Ақпанның ортасы деді, ақпанның ортасы келді, әлі жұмыс басталған жоқ. Кеше мердігерлер бірге келіп субподряд 4-5 субподряд қойып бәрін бітіріп береміз деген уәдесі бар екен. Ол жерде негізгі мердігер жаңа өтіп алған бір сот процесі болып жатыр деді, менің білуімше. Протокол шығып бекітілсе, технадзор шықса, жақын арада басталу керек ол. Сол бойынша да регионал басшылары шақырған, басшылар келсе, солармен бірлесіп басына барып нақты мәселені шешуіміз керек. Қайреке, менде бұл сұрақ осы суға байланысты өзіңіз білесіз, қазір судың басында жүр. Осы бізде өткенде 50 миллион ақша қарадық. Ояқта жылда ояқтан келеді мен жаңа да айтып еді. Бір қатысушылардың заңы бар, аяғына осы араға боты киіп алып келеді, бәрімізді отырғызып келдік, тура келе жатыр дейді. Ол кимейді. Сонымен тағы аузымыз аңқиып жазда тағы шоңқиып қалмаймыз ба деген ой ғой, әнеуін бір 50 миллион бөліп. Насостың мәселесін айтып. Иә. Енді маған айтқан әңгімені мен облыс әкімінің орынбасары. Бәрі маған айтқаннан басталып жатыр ғой, содан басталады өзі. Алдамайды жар, мына кісілердің қағазымен көрсетіп тұр ғой, конкурсты берді, алдына құр сөзбен жүрген. 3 насос көрсетіпсіз, жаңағы 5 насос дедіңіздер осы. 500-ді бөлек, мына 1,5 көптік үлкен, мына жерде керекті соларды. Енді бұл жерде конкурс беріп, құжатпен көрсетіп тұрған кейін сөздерін сеніп тұрмын. Енді жылда проблема болғаннан кейін сенбей жатқанымыз ғой, соны анықтап көрсетіп әкелдім деп жатқанымыз. Су шарға бізде менде шынымен біріншілер емес, басқа жақта да сенбейді. Басында жүріп, өйстіп барып, басында түрткілеп жүріп секізбесең, көп жағдайда айтады да, бірақ до конца бармайды. Яғни жамандаған нәрсе емес, енді алдағы кезде бірлесіп осында серіктесеміз деген ойдамыз. Біздің ауданда ма, басқа аудандарда осындай ма? Әр жерде осындай. Деген жаңағыдай мен сізге тағы бір сұрақ қойшы, өзіңіздің кірісіңіз қай жақтан келеді? Қаржыландыру мәселесі қалай? Республикалық бюджеттен. Республикалық бюджеттен болса, онда арқан қамыр ғой сенің. Анда мынарда енді сен мынарда мына списктің ішіне шіріктің ешқайсысын қосып отырсың. Шірік саған беріп берді ғой, ана шлюзді ремонттауға қазір айттым. Аудан әкіміне де өтініш айттым ғой. Соған қандай өзің уәде бересің көпшіліктің алдында? Ағымдағы жыл басынан филиал тарапынан 27. Оған дейін ол шіріп құлақпаса кетеді. Ағымдағы жөндеу жұмыстармен Жаңалдан әкім айтты ғой, барып көрейік, оны комиссиямыз. Бекзатқа басқа сұрақтарыңыз бар ма? Бекзат осы жерде осы ауылдың жігіті бар. Олас қандай Бекзат енді осы ауылдың жігіті, осы ауылда біраз істеді, суда оған облысты көріп келді. Бір-екі ай болды ғой. Мүмкіндік берейік. Иә, істейді деп сенемін деді Бекзатқа. Қалына тиеді деп айтып. Ел үшін қызмет жасайды деп білеміз. Рахмет олғанымыз. Онда осы мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы сіздердің қолдарыңызда бар. Шешім жобасына ұсыныс пікірлер бола ма? Болмаса, онда дауысқа қоямыз. Шешім қабылдасын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын.
Sürümдер қалысы жоқ шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіндегі 5-ші мәселені қарауға көшеміз. Аудандық ауыл шаруашылық бөлімі басшысының 2025 жылы атқарылған жұмыстар туралы есебі мәселесі бойынша баяндамада сөз бөлім басшысы Сыздық Батырбекке берілді. Үстінде тыңдадық, талқыға салып, қанағаттандырып, жауап бердік. Енді сұрақ бар. Былтыр Сарбөл Темірсақ бозынан қанша жайылым, қанша формал жері алдында Қытайға? Төрағымыз ол мен жер қатынастыру мәселесі. Жер қатынастыру сенгенде қанша көреді? Қайсысы көреді? Бізге игеріп жатқан жердің орнына негізгі дақыл түрлері, ол сатып алынған жерлер гектарлары бойынша былтырғы егіс көлемі жалпы жердегі алынған жерлердің 22 гектар жер егіс егіс. Соның қанша жайылым гектар, бұрын қанша формал жері? барлық жайылым. Барлық жайылым. Барлық жайылым. Сол былтырғы еккен жайылым жерлердің бәрі суармалыға айналдырды. Биылғы егеттерді қосымша қазір суармалыға айналдыруға жұмыстарын жүргізіліп осы жөнінде, осы өзіміздің шаруаларға осы бір оны мен секторын айналдырайық десек, зарегілерді айналдырмайды. Қытайға қаншама гектар жерді айналдырып беріп жатырмыз, бұл қалай болады? Соларға беріп қарап отыра береміз ба? 22 былтырғы жылы суармалыға полностью ауылдарды, биылғы тарапында қазіргі келіп жатқан өтініштер бар. Біз тек қана келісім арқылы Арал Сырдариядан кәсіпкерлерге келісім берген жағдайда суармалы айналдырып береміз. Қазір таңда 4-5 адамның отказ келді, 2026-ға лимит. Қосымша жауап беріп кетейін, осы жайылым жерлерді ауыстыру мәселесі бойынша. Қазір көптеген, енді мына қазір Түркістан мақта агроөнеркәсіп кешенінде ашылды ғой. Осыны көріп алып, көптеген Қытай азаматтары арада жүрген посредниктермен жерді алып, бүйтіп көптеген жаңа махинация жасап жүрген жағдайлар көп. Осы жағдайларды естіп, қазір облыстан да тапсырма, мен де айтқам, жайылым жерді суармалы ауыстырудың бәрі тоқтатып тастады. Өйткені аудан әкімінің атын жамылып, болмаса облыс әкімінің атын жамылып, ар жақтан барып, Қытайларды ертіп алып, жерлерді алып, ертең осы жерге мынандай саламыз, бүйтеміз деп жүрген, бір естігім тағы Шошқабөл жақта да жүрген, бір Қытайлар. Менің атымды жамылып. Сондай мәселелерде жүр. Сондықтан қазір таңда көз жеткізіп бар, комиссияны қарап, Арал Сырдария бассейнінің су жетеді деген құжаты болмаса, жайылым жерді ауыстырып беруге қазір енді кішкене рұқсатты азайттық. Сондықтан сіздерден елді мекен ауылдық жерлерде жүрген кезде, халықпен кездескен кезде, қазір ешқандай Қытайларға, болмаса басқа азаматтарға барып жердің бәрін сатып алуға, тек шетелдік азаматтарға жер сатып алуға ешқандай рұқсат жоқ. Осы мәселе. Енді бір айтайын, ақыры құлақтарыңызға алдыңызға Шошқабөл көлдер жүйесін Қытайларға сатылып кетті деген әңгіме мен құлағымды ауыртып бітті. Ол ешкімге сатылған жоқ, ешқандай Қытайды Кім? Ол бір көлдер жүйесі. Екеуін жинасушыларсыңыз шығып кетілер болсындар. Шошқабөл көлдер жүйесі, ол тауарын деп өткен. Ол отырар балық мекемесінде әлі оның сроғы 46 жыл оның сроғы бар жұмыс істеуге. Екінші жаңағы айтылған мәселе осы жерде шешілу керек. Өткенде осы 2026-ның бюджетін бекітілгенде мына депутаттардың бәрі шырылдап отыр. Және 50 миллион теңге 2 насоста. Осыны толық шешсеңіздер осы жерде. Ол ақша қаралған жоқ. Қаралды, бірақ қаралғанмен әлі портал жоқ, басқасы жоқ. Міне жанашырлар. Бұл жерде экономика да негізі осы жерде айтылған, бірақ қаржы қаралмаған. Экономика бар ма қаржы? Қаржы қаралған ба? Басында маған қаралмаған деп. Жоқ, мына жерде мынандайда қазір 7 насос облыс беретін болса, бұл кісілер 10 насос беретін болса, ол лишний насостың бәрін не аламыз конкурс беріп? Неге бізде көксарайда берейік, пожалуйста? Оған мына жерден келген 4 насос, алған 7 насостың бәрін қарап берейік. Майқұлда берейік. Біздің Балтакөл деген әкетіп қалды ғой? Қайда кетіп қалды? Бұл мәселені общий комиссияны қарап шығайық. Лишний насостың бәрін жинап алып, бетіне қарап отырғанның қажеті жоқ, алған бюджеттің қаражаты басқа жаққа жетпей жатыр шыны керек.
Сондықтан облыс береміз деп уәде беріп тұр, Батқоз береміз деп тұр, бұл қаржының Қайреке, бізге қанша насыз болса да көп тұқымайды деп ойлаймын мен. Қареке, біз халыққа уәде беріп қойдық. Біз халыққа уәде беріп қойдық. Бұл екі насос келу керек, білмеймін, бұяқтықына сенбеймін. жарайды, қосымша қараймыз. Қосымша толықтырамыз да, ол екі насос келу керек. Қалғанын білмедім, біз бүкіл елге айтып қойдық. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса онда рахмет. Күн тәртібіндегі 5-ші мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы сіздердің қолдарыңызда бар. Шешім жобасына ұсыныс-пікірлер бола ма? Жоқ болса онда дауысқа қоямыз. Шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Сөзіңіздер қарсы жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіндегі 6-шы мәселені қарауға көшеміз. Отыралғандық бөлшек салықты арнаулы салық режимін қолдану кезінде салық мөлшерлемелерін төмендету туралы отыралғандық мәслихатының 2024-29 жылғы нөмір 10/74 шешім күшін жойылды деп тану туралы мәселе бойынша қабылдама жасау үшін мәслихат аппаратының маманы талғат бұл мақсатқа беріледі. Онда шешім жобасын дауысқа қоямын. Онда шешімді дауысқа қоямын. Шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Сұрыңыздар, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіндегі 7-ші мәселені қарауға көшеміз. Бөкен, микрофон. Қозымай алды. Отырар ауданы ауылдың елді мекендерін жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіп кешені саласындағы мамандарға ауылдар, кенттер, ауыл әкімдері аппаратының мемлекеттік қызметшілермен 2020 жылғы көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін бюджетке кредит беру туралы мәселесі бойынша хабарлама жасау үшін сөз экономика және қаржы бөлімінің басшысының орынбасары Бейсен Даниярға беріледі. Онда құрметті депутаттар, осы мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы сіздердің қолдарыңызда бар. Шешім жобасына ұсыныс-пікірлер бола ма? Жоқ болса онда дауысқа қоямын. Шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Сұрыңыздар, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Отырыңыз. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселе қаралып бітті. Сессияның өту жөнінде ұсыныс-пікірлер бола ма? Жоқ болса, онда аудандық мәслихаттың кезекті 33-ші сессиясын жабық деп жариялаймын.